Қарақалпақстан Өзбекстан құрамына кіреді. Ел конституциясына енгізілген жаңа түзетулерге сәйкес, Қарақалпақстан қазіргі бекітілген егемендігі мен Өзбекстаннан шығу құқығынан айырылуы мүмкін. Осы сипаттағы түзетулерді елдің басты заңының 70-75 баптарына енгізу ұсынылды. Елдің бірқатар қалалары мен ауылындағы қарақалпақтар видео үндеу жариялап, ұсынылып жатқан өзгерістермен келіспейтіндіктерін білдіргені нақтыланады. Сонымен қатар жергілікті билік бірнеше оппозиция белсендісін, журналистер мен блогерлерді қамауға алған. Алайда наразылықтар басылмай, олардың бір бөлігі босатылды. Айта кететін болсақ, Қарақалпақстанның егемендігі туралы декларация 1990 жылы қабылданды. 1993 жылдың басында Қарақалпақстан Республикасы Өзбекстан Республикасының құрамына кіретінді нақтылайтын мемлекетаралық шартқа қол қойылды. Автономия территориясы ел аумағының 1/3 бөлігінен асады, бірақ мұнда 2 миллионға жуық адам тұрады. Қарақалпақстан пайдалы қазбаларға бай.